Армысыздар ардақта ағайын, қадірменді көрермен, Сарыарқа телеарнасының эфирінде тарих пен тағдыр хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі санында самбо күресінен әлем кубогының иегері, Еуропа чемпионатының күміс жүлдегері, кешегі кеңестік елдер арасындағы байрақты бәсекелердің бірнеше дүркін жеңімпазы Талғат Байшолақов жайында болмақ. Білікті маман спорт ардагері биыл мерейлі 60 жасқа толып отыр. Советский Союз, Талғат Байшолақов. Кешегі кеңестік кезеңде самбо күресінен ағайынды Байшолақовтардың есімдері дүркіреп тұрды. Ол 80-ші жылдардың бастауы болатын. Самбодан Қазақтан шыққан тұңғыш екі дүркін әлем чемпионы Қанат Байшолақовтың жеңісі талай баланың арманына қанат бітірген еді. Талғаттың да үлкен спортқа келуіне ағасы ықпал етті. Барын айтты, білгенін үйретті. Өкінішісі 2011 жылы Қанат Байшолақов өмірден озды. Жақсыны көрмекке демекші, Жаңарқа мұражайында сақтаулы тұрған құнды жәдігерді көзбен көріп, қолмен ұстап көру үшін арнайы бардық. Тарихқа көз жүгіртіп, құнды деректерге қанығып қайттық. Мына сол кісінің Испанияда киген кимоносы үстіне алдарыңызда көрлеріңізге болады. Бұл бізде музейде ең құнды дүниенің бірі болып саналады. Келген оқушыларымыз, келген қонақтарымыз осы кісінің дүниесімен танысады. Қазақтар ымдайды, қолына ұстап, осылай шынысын ашып, балалар қолымен танысып, осылай кимоносын ұстап көреді ағалардың, және де міне белбеумен танысады. Сол арқылы бұл жастарымыз рухтанады. Мына белдікті сол чемпион болғанда сыйлаған сияқты ғой, иә? Иә, соған сыйлаған, сонда осы музей ашылғанда, осы жаңадан ашылды, осы 84-ші жылы ашылды да, содан кейінден осы экспонаттар жинала басталды. Сол кезде осы ауданымыздың замәкі болған Сләм Жарылғапов деген ағамыз да сол жәдігердің бәрін жинап алып келген. Сосын осы залдар ашылды, сонда осы заттар қойыла бастады. Кейіннен біз 2020 жылы жаңды жандандырып, қайттан осылай экспозицияға қойдық бұл кісінің заттарын. Қасиетті арып құт қонған киелі мекеннің өткенінен сыр шертетін мұражай мұрағаттарымен танысып, таңданыс білдіріп, біраз аялдадық. Тағы бір ескеретін жайт, 2020 жылы даңқты спортшының есімі еленіп, аудан орталығындағы көшелердің біріне аты берілді. Бұл көше жылдан жылға кеңістігі кеңейіп келе жатқан Жаңарқаның жаңа бір ауданында орналасқан.